Үлкен қызды алсам бола ма аға дейді. Не болды, хит болды ма? Қойсашы енді. Бір адам алды екен деп сен де ала берме енді жан. Сен өзінен кішірек ал жан. Сол жақсы болады. Түсінесің, ойнайсың, жаңағындай анау күйеумен қалжыңдасасың, сонда жақсы болады. Үлкен кісіні алсаң, қалжыңдасамайсың онымен. Мысалы сен су шашып ойнап барасың. Китайский пистолет бар ғой? Сол китайский пистолетпен су шашып ойнасаң болады, өзіңнен кіші болса. А сен өзіңнен үлкен апаға үйленсең, пистолет шашамайсың оған. Шелекті басыңа кигізеді. Соны не істейсің? Мұнда орамалдағы қыз келіншектер темекі шеге береді. Жалпы темекі шегу макрух па? Темекі шегу харам. Біріншіден. Екіншіден, Түркия біз үшін авторитет емес. Түркияның әйелдері темекі шеге ма, басқа нәрсе істей ма, арабиялардағылар бүйте ме, сөйте ме, біз үшін ол заң емес. Біз үшін Түркия үлгі емес. Біз үшін Сирия үлгі емес, біз үшін Сауд Арабия үлгі емес. Әркім өз білген сейді. Біз үшін шариғат үлгі, біз үшін Құран үлгі, біз үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үлгі, біз үшін қазақ ата-бабаларымыздың дәстүрі үлгі. Керек жоқ бізге Түркия, Мүркияны айтпаңыз. Түркиядағылар не істесе өстесін, олар өздері біледі. Олар өздері жауап береді. Біз өзіміз үшін өзіміз жауап береміз. Қазақша, яғни біздің елімізде арам деген үкім пәтуасы бар, сондықтан арам деп айтамыз біз оны. Дәреттен кейін іш киім ауыстыру керек па дейді. Көрен, су болса ауыстырған дұрыс шығар, ауырып қаласың. Күйеуім төсек сал деп жатыр, мен кино көргім келіп отыр дейді. Кішкене құтырайын дейді. Ұстаз, жолдасымнан қолдау болмаған соң кетіп қалдым. Мені екінші некем болатын. Мені бүкіл бір шаңырақта тұрған шамалы тұрмайым деп отыр. Түсінбедім. Кетіп қалдым, бүкіл жағдайымды білді, өзі де үйленген жігіт деді, үшінен басқа болатын жағдай. Осындай жағдайлар, осы тақырыпта хаттар өте көп. Мен екінші әйел болып тидім. Неге маған біраз жігіттер тоқал туралы айтқанымда ақ ит кіріп көк ит шығып жатыр. Өзі тоқал ала алмайды көпшілігі. Тоқал ала алмайды да, бірақ тоқал деген кезде әйтеуір барлығы шетінен батыр болады. Неге мен тоқалды, Алла Тағала рұқсат берді ғой, сен кімсің соншама тоқалды запрещать ететін деген сияқты бағытта маған өте көп пікірлер айтылып жатыр. Біріншіден, бұны мен қайдан алдым? Жылап, мен тоқал болдым, мені арымды таптады, туысқандарының алдына шығармады, абиірімді төкті, жерден алып жерге салды, әділеттікті бұзды деп жылаған әйел былай емес, былай. 4 сообщениенің үшеуі солай. Тең ұстау деп Аллах Тағала Құранда өзі айтып тұр, әйелдің үкімін айтып тұрып, Аллах Тағала әділеттік қылудан қорқсаңдар, сендерге бірақ әйел қайырлы деп тұр. Уахида біреу жақсы болады дейді. Алла өзі жаратқан пендені өзі жақсы біледі. Жылайып тұрған әйелдер былай емес, тағы да айтам былай. Екінші әйел қылып алды. Үйленгенше бәрін өте берді. Қатырам деді, қатып қалды. Олла қыздар. Солардың көзінің жасы кетеді деп ойлайды. Сондықтан құрметті тең-теңімен жасаған дұрыс болады. Алла Субхана ва Тағала бұл нәрседен сұралады. Барлық алдың ба әділ қойған. Неге? Өйткені әділеттік кеткеннен кейін ол отбасы болсын, ол шаңырақ болсын, ол өкімет болсын, ол патша болсын, барлығында әділеттік дінімізде бірінші орында тұрады. Ұмытпаңыздар. Алла Субхана әйелмен бірге қанша бала жылайды, қанша бала жылап қалады бұның артында. Сондықтан ардақтылар, сіздерге айтпақ болғаным, Алла Субхана ва Тағала осы нәрсені қойғаннан кейін, бұл нәрсенің артында балалардың жылауы, отбасының жылауы, бір балалардың жылап шетте қалу өте көп болып жатыр. Сондықтан ардақтылар,
бірінші әйелдің балаларын жылатып, оны тастап, оның түбін балаларын жылатып кеткен талай азаматтар бар. Оның ақысына кіріп, аяғын таптап, бір күн ана жақта болса, 4 күн ана жақта болып, оның ақысы жоғарырақ деп. Енді әлбетте жаңа киім, свежий киім әлі жақсы болады ғой. Тура сол сияқты көріп атқан жағдайлар өте көп болып жатыр. Сондықтан осы нәрсені жасамаңыздар деп айтқанымыз сол.